Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 3-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен бірінші тапсырманы орындаймыз. Тақырып тіл және сөйлеу. Бірінші тапсырма. Сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу адамдармен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Ол не арқылы жүзеге асады? Сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады. Тіл арқылы сөйлеседі, хабар береді, пікірлеседі. Тіл арқылы білмегенін сұрайды, кеңеседі. Келесі тапсырма. Өлеңді мұқият тыңда. Тұрсын Елеусізұлының өлеңін мұқият оқимыз. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай, қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қас қонып, басты қоңыр әніне. Ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Енді балалар, өлеңге байланысты суреттерді сөздермен сәйкестендіреміз. Торғай тіл қатты, бөдене жұмбақ шешті, қаз әнге басты, ақтан мәз болды. Бұл жерде ақтан деп баланы айтып тұр. Сұрақ: ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей ала ма? Өз ойымызды білдіреміз. Ақтан құстардың сөйлегеніне мәз болды. Өлең бойынша. Шынында құстар сөйлей алмайды. Сөйлеу тек адамға ғана тән құбылыс. Келесі 3-ші тапсырма. Мәтінді түсініп оқып, көшіріп жаз. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып, белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелетінін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Тапсырма. Соңғы 2 сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр. Сұрақтарға жауап беруде сөйлемнің қай түрін қолдандың? Жауап. Сұрақ құрастырамыз. Сөйлеу кімге тән? Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді? Үлкендерден үйренеді. Соңғы сұрақ. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандың? Ауызша түрін қолдандым. Келесі 4-ші тапсырма. Суреттерге қара. Оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат. Бірінші суретте бізде сөйлеп тұрған қызды көрсетіп тұр. Яғни оның қолында микрофон. Ол ауызша сөйлеп тұр. Ал екінші суретте бізде жазбаша берілген. Яғни тақтайшаға жазып қойған. Қыркүйектің 20-сында мектепте ұлттық ойын түрлерінен жарыс өткізіледі. Басталатын уақыты сағат 12:00. Бұл бізде жазбаша болады. 5-ші тапсырма. Өлеңді жатқа жаз. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін шешем болды мұнысы. Енді осы өлең бойынша тест сұрақтарына жауап береміз. Атасы құлақты не үшін берді? Жақсы сөзді тыңдасын деп берді. Шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Айтылым әрекетіне қатысты. Балалар, келесі тапсырма ойын түрінде. Өз үйшігіңе кіргіз ойынын ойнайық. Яғни бізде ауызша тілде сөйлеу үйшігі және жазбаша тілде сөйлеу үйшігі берілген. Мұнда тұрған жазылым, оқылым, тыңдалым, айтылым сөздерін өз үйлеріне кіргіземіз. Мысалы, оқылым ол ауызша жүзеге асады. Сол үшін оны біз оқылым, ауызша тілде сөйлеу үйіне кіргіземіз. Тыңдалымды да ауызша сөйлеу тіліне кіргіземіз. Айтылымды да ауызша сөйлеу тіліне кіргіземіз. Ал жазылым жазбаша тілде сөйлеу үйіне кіреді. Оқушылар,
Сабақ түсінікті болып тапсырмалар түсінікті болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймын.